Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен ерекше бір торт рецептімен бөліскелі отырмын. Бүгінгі жасайтын тортымыз сметана мен грецкий орехтен жасалынады. Ең оңай торт. Бір сгущенканы алып құямыз. Ол сгущенканың үстіне бір пачка сары майымызды саламыз. Ол өте езілген, комната температурада болуы керек. Әбден езгілеп алғаннан кейін бір келкі 2 жұмыртқамызды үстіне саламыз. Жақсылап араластырамыз венчикпен. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сосын бір чай қасық соданы уксуспен гастетіп үстіне құямыз. Менде яблочный уксуспен гастеттім. Басқа уксуспен де гастете берулеріңізге болады. Жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Оның қоюлығы қою сметананың консистенциясы болады ғой. Қою сметана болғанға дейін ұн саламыз да мөлшермен. Сұйық қамырымызды міне әбден араластырып алғаннан кейін осы сұйық қамырды үшке бөліп табаға саламыз да пісіреміз. Осы уақытта духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міне үшке бөлеміз. Мен примерно 3,5 қасықтан бөлдім. Астына фольганы салдым. Фольга емес. Лист пергаментті салып үшке бөліп пісіріп аламыз. Міне видеода көрсетілгендей керемет өте үлпілдеген лепешкалар дайын болады. Астындағы пергамент бумагасы менде өте качественный болғандықтан майламаймын. Фольганың мына жағын ауыстырып, қайтадан екінші тестамызды құйып, пісіріп алдым. Бұл өте ерекше торт. Бұл бұрынғы рецепттердің бірі мендегі. Сондықтан осы торттың рецептін көріп, ұнаса, осы тортты жасауға сіздерге кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлде көптеген рецепттер болатыны сөзсіз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне сметананы аламыз. 20-25% сметана. Қанша мөлшерде екені описаниеде жазылған. Сметананың үстіне бір жұмыртқамызды жарамыз да қант қосып миксермен араластырамыз. Мен қант емес, сахарный пудра болды. Мен сахарный пудрадан жарты кесе құйдым. Жарты кесе салып, әбден араластырамыз миксермен. Әбден араластырып, аздап қоюланады сметана. Сосын оның үстіне енді грецкий орехімізді алып, әбден ұматамыз. Мен оқтаудың көмегімен ұматтым. Грецкий орехті ұматып алып, жәнегі сметананың үстіне салып, крем дайындаймыз. Аздаған ванилин қоссаңыздар да болады. Сосын әрбір коржды астына салып,
Осы кремімізді жағып шығамыз. Торт өте дәмді, сондай жұмсақ болады. Крем тезірек сіңсін деп, маған бұл торт тез арада керек болғандықтан, үстінен жіңішке шпачкамен тесіп крем сіңсін деп солай істедім. Оны істемесеңіздер де болады. Өзі де сондай жұмсақ, тез сіңеді екен креміміз. Бұл торттың менің бұрынғы кітаптарымның ішінен алынған болғандықтан ешқандай аты жоқ. Сондықтан да бұл тортқа мен өзім ат қоюыма тура келіп отыр. Осы тортты жасауға сіздерге кеңес беремін. Өздеріңіз көргендей, күнделікті қажетті қолда бар заттан жасалынған. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Алтынай.